Бүгінгі бір сұрақ, бір жауап атты арнайы сұхбатымыздың тақырыбы мәдениет және өнер қызметкерлеріне күніне арналмақ. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы ұлттық өнерге деген сүйіспеншілік бала кезінен қалыптастырып домбыраны серік өскен. Өнер саласында өзінің орны бар талантты домбырашы, әнші, ән саласын насихаттап жүрген мәдениет қызметкері. Бұл кісі қазақтың күй өнері мен дәстүрлі әндерін орындау арқылы ұлттық мәдениетті дәріптеп келеді. Әртүрлі мәдениет шаралары мен концерттерге қатысып, көрерменнің ықыласына бөленіп жүрген қонағымыз Мақпал Қамбарқызы. Қош келдіңіз, Мақпал ханым. Рахмет. Өзіңіздің өмір жолы жайлы қысқаша айта өтсеңіз. Саламатсыздар ма, қайырлы күн, құрметті көрермендер, оқырмандар. Мен осы өнерге мәдениет саласында істегеніме биыл 35 жыл болды. 92 жылы Жаңаарқа ауданының осы ауданның Қарағаш ауылында туып өстім. Сол ауылда 92 жылы мектеп қабырғасын бітіріп, осы музыкалиға, жезқазғанға бардым. Бірақ үйімнің іші қарсы болды. Мен музыкаға түскеніме мені педколледжға апарды. Содан педколледжға түстім өзіге. Бірақ мен өзі өнерді таңдағансын, сол өнерде оқығым келді да, соған бармадым. Үйде жаттым, бармай. Түсірттім, бірақ бармадым. Менің атым шықпаса екен деп тұрдым, бірақ атым шығып, сол жерге оқуға түсіп, сол жылы оқуға бармай жаттым бір жыл. Сосын келесі жылында барып едім, өзімнің бір не еткен сияқты, тура сол моментте, сол мен түскен жылы, 93 жылы, бұл жерде Ғалым Мұхамединнің бірінші ән класы ашылуға тіркелді. Сол ән класында түсіп, сол жерге содан сол дәстүрлі әнді бітірдім. 96 жылы. Содан сол жерде істеп, оқу бітіріп, осы мәдениет саласына келдім, Жаңаарқа ауданына. Жақсы. Ендеше оқырманның білетіні бар, білмейтіні бар. Меніңше сізге мен болай болса қысқаша сұрақ қояйын. Өнер жолын таңдауыңызға не себеп болды? Енді жаңа айтып өттіңіз, қысқаша енді тағы да айтып өтесіз ғой. Өнер жолын таңдауыма енді бала кездегі қызығушылығымыз ғой. Сахнаға шығып, өлең айтып, сол бізге бір арман болатын. Бала кезіміз есігіміздің алдында қорағын үсте бүйтіп лестница қоятынбыз да, соның үстіне шығып, өлең айтып, жерден балалар гүл теріп әкеп беріп, сондықтан қоран төбесіне шығып гүл беріп, сөйтіп сол өнердіге сондай қызығушылықпен келдім. Жақсы. Сіз үшін өнер адамының ең маңызды қасиеті қандай? Өнер адам үшін ең маңызды қасиет еңбекқорлық пен талант керек. Сонымен қатар сабырлық пен ізденімпаздықты қажет етеді. Шығармашылықта шабытты қайдан аласыз? Шығармашылықты шабыт енді табиғаттан, жан-жағында жүрген адамдардың жақсы қасиеттерінен, істерінен деген сияқты, музыкадан аламыз. Жақсы. Және де енді соңғы сұрағымды қояйын сізге. Жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді армандарына сеніммен қарау керек, сенім керек, көп еңбек керек, және ешқашан берілмеу керек. Берілмеу керек, ізденімпаздықпен, өзі қай нәрсе ізденімпаздықпен келеді ғой. Ізденіп, талаптанса, еңбектенсе, армандарынан айнымай, армандарын асқақтатып, сол армандарын орындауға тырысу керек. Өз армандарыңызға сеніңіздер, көп еңбектеніңіздер, ешқашан берілмеңіздер. Жақсы сұрақтарыңызға рахмет. Мен өнерді таңдадым атты сыр сұхбат кешіміз өз мәресіне жетті. Көңілге ой салып, рухани әсер сыйлаған әсерлі әңгіме үшін
қонағымыз Мақпал ханымға шынайы алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Өнер ұлттың рухани байлығы, ал сол өнерді дәріптеп жүрген жандар ел мақтанышы. Бүгінгі кездесудің әрқайсымыз жақсы әсер, тағылымды ой алдық деп сенеміз. Уақыт бөліп бірге болғандарыңызға үлкен рахмет, көңілдеріңізге шабыт, жүректеріңізге өнерге деген сүйіспеншілік тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.